Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәзік әрі тез дайын болатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басумен біз қажетті ингредиенттеріміздің бәрін турап дайындап алатын боламыз. Ең бірінші қиярымыздың қабығын ашып дайындап аламыз. Қабығын ашсаңыздар, өте жұп-жұмсақ болып ауызда еритін болады. Және де барлығын кубиктап турайтын боламыз. Келесі кезекте жұмыртқамызды да дәл солай кубиктап турап алатын боламыз. Және де зеленді турап аламыз. Турап дайындап алдық. Келесі кезекте 2 шай қасық қаймағымызға 1 шай қасық майонезімізді қосып, дайын болған салатымызға қосып араластыратын боламыз. Міне бізде өте жұп-жұмсақ осындай салат шығу керек. Қалауыңызға қарай дәміне байланысты тұзды да қоссаңыздар болады. Салатымызды кез келген формаға салып, әдемі етіп ұсынсаңыздар болады. Кезекте формадан тарелкаге салатын боламыз. Міне бізде өте әдемі салатта дайын болды. Бетіне қалауыңызға қарай укроппен әдемілесеңіз болады. Міне біздің өте дәмді әрі